Сәлем саған алтын күз, сәлем саған көк аспан, сәлем саған жер ана, сәлемге сізге. Ал балалар, енді орнымызға отырамыз. Отырыңдар орындарыңа. Мен адамдарға қажетті жоқ, сенен гөрі мен пайдаланамын. Балалар, геометриялық пішіндерінде үлкен дау болып жатыр екен. Бұл не дау екенін қазір біз сендермен білетін боламыз. Балалар, теледидарға назар аударамыз. Балалар, не көріп тұрсыңдар? Геометриялық пішіндер. Дұрыс айтасың, Айжан, геометриялық пішіндер, иә? Мынау бірінші тұрған қандай геометриялық пішін? Үш бұрыш. Оның түсі қандай? Қызыл. Дұрыс айтасыңдар. Неге біз оны үш бұрыш деп айтамыз? Дұрыс айтасың. Өйткені оның толық жауап береміз, иә? Үш бұрышы бар. Кәне санайықшы. 1, 2, 3. Жақсы жарайсыңдар. Ал келесі қандай геометриялық пішін? Дөңгелек шеңбер деп айтамыз, иә? Түсі қандай шеңбердің? Дұрыс айтасыңдар. Шеңбердің бұрыштары бар ма? Жоқ. Сондықтан бұл геометриялық пішін шеңбер деп аталады. Ал келесі қандай геометриялық пішін? Қандай геометриялық пішін? Дұрыс айтасың. Оның түсі сары. Шаршы. Дұрыс айтасың, иә? Шаршы, квадрат. Неше бұрышы бар, кәне санайықшы? 1, 2, 3, 4. Дұрыс айтасыңдар. 4 бұрышы бар, иә? Сондықтан біз геометриялық пішін шаршы деп айтамыз, иә? Ал енді балалар, осы геометриялық пішіндер бізге қонаққа келіпті. Олардың әрқайсысының адамға қажеттілігі, пайдасы бар, иә, Айжан? Ал енді балалар, бірінші тапсырма бізде осындай. Сандар қатары берілген, иә? 1-ден 5-ге. Қазір сандарды тура және кері санаймыз. Ең алдымен менімен бірге 1-ден 5-ге санаймыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Жақсы жарайсыңдар. Ал енді кері санайықшы. 5, 4, 3, 2, 1. Жақсы жарайсыңдар. Кім тақтағы үшін түсі береді? Ал түйін. 1, 2, 3, 4, 5. Аспа. Жақсы жарайсың. Енді кері сана. 5, 4, 3, 2, 1. Жақсы жарайсың. Отырамын. Айлина, кері ал. Асықпаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Жақсы. Кері 5, 4, 3, 2, 1. Жақсы. Мен аз кері ал. Кері. 1, 2, ал енді кері саны. 5, 3, 2, 1. Жақсы жарайсың. Келесі Сания, кел ал. 1, 1, 2, 3, 4, 5. жақсы. Енді кері саны. 5, 4, 3, 2, 1. Жақсы жарайсың. Ерім, кел ал. Тынышталамыз кәне балалар. 1, 2, 5. Ал енді кері саны. 5, 4, 3, 2, 1. Ал енді бізде келесі тапсырма сиқырлы добадағы геометриялық пішіндерді қолмен сипап сезу арқылы қазір біз анықтайтын боламыз.
Қазір мен сендерге өзім жақын, бір-бірден маған жақындайсыңдар. Бұл сиқырлы дорбадан қолдарыңмен көздеріңді жұмып геометриялық пішінді аласыңдар да қандай геометриялық пішін екенін айтатын боласыңдар. Түсінікті ма? Иә. Ал кені бастаймыз. Мирас кел. Кел. Қарамаймыз. Ал. Қандай геометриялық пішін? Қандай? Квадрат. Дұрыс айтасың. Отыр. Отыр. Альбина кел. Квадрат. Жақсы. Өзіне кел. Ал. Үш бұрыш. Дұрыс айтасың. Үш бұрыш. Ерали кел. Үш бұрыш. Геометриялық пішін. Үш бұрыш. Аяшан кел. Дөңгелек. Шеңбер дейміз, я? Кел алқына. Жарайсыңдар балалар. Қандай геометриялық пішін? Квадрат, шаршы, я? Дұрыс айтасыңдар. Шаршы. Кел алқына. Квадрат, шаршы. Дұрыс, Ерасыл кел. Дөңгелек. Шеңбер деп айтамыз, я, балалар? Кел, Айгина, кел алға. Дөңгелек, дұрыс айтасың. Аяна, кел алға. Қандай геометриялық пішін? Дөңгелек, Мира саған айтып жатыр. Дөңгелек, шеңбер, я? Сәния кел алға. Дөңгелек, жақсы жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырмаңызда сендер жақсы орындап шықтыңдар. Ал енді бойымызды сергітіп алайық. Қазір мен сендерге геометриялық пішіндерді таратамын. Ойынның аты бізде топтастыру ойыны. Сендерде қазір кімде төрт бұрыш, үш бұрыш, немесе дөңгелек геометриялық пішіндер болса, музыка ойнаған кезде сендер билейсіңдер. Музыка тоқталғаннан кейін кімде дөңгелек бір жерге тұра қаласыңдар, кімде үш бұрыш бір жерге, кімде төрт бұрыш, сендер бір топ болып тұра қаласыңдар. Түсінікті ма? Ал енді геометриялық пішіндерді аламыз бір-бірден. Alınlar kızlar, alınlar. Alınlar. Bari de alınlar mı? Mira salam. Балалар, сендерге ойын шарты түсінікті ме? Қазір музыка ойнайды. Музыка ойнағанда билейсіңдер. Музыка тоқталғаннан кейін кімде қандай геометриялық пішін, кімде үш бұрыш бір орынға, кімде төрт бұрыш бір орынға, кімде дөңгелек шеңбер бір орынға тұра қаласың. Бастаймыз ба ойынды? Кеттік. Билейміз, билейміз, билейміз. Билейміз, билейміз, билейміз. Kızlar, дөңгелек жарайсыңдар, шеңбер жарайсыңдар, квадрат, шаршы жарайсыңдар балалар. Ал енді маған қараймыз. Маған қараймыз. Келдер маған, Ерасыл кел. Тағы келіңдер. Билейміз, билейміз, билейміз. Жақсы, жарайсыздар.
Соңғы рет тағы бір рет ойнап жібереміз, иә? Береміз ба? Береміз. Аяна береміз. Жақсы жарайсыңдар. Ойынымыз аяқталды. Ойынды жақсы ойнадыңдар. Балалар, ал енді келесі тапсырмаларды орындау үшін мен сендерді үстел басына шақырамыз. Орындарыңызға барып отырамыз. 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 Biraz келемін. Biraz келіңіз. Отырамыз. Маған қараймыз, маған, Ерасыл маған қара. Аяна маған қара. Маған қара. Орындығыңды бұқсай ма? Маған қараймыз, кәне балалар. Балалар, келесі тапсырма бізде. Сендердің алдарында 1-ден 5-ге дейін реттік сандар тұр. Тапсырманың көршісін тап деп аталады. Сендер қазір бұл карточкаларды, сандарды 1-ден 5-ге дейін өздерің қоясыңдар. Содан кейін мен әрқайсыларына жақындап тапсырманы орындайтын боламыз. Түсінікті ме? Иә. Ал енді отырамыз. 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 Қарандаштарға тиіспейміз бала. 1-ден 5-ге дейін сандарды қоямыз. Алтына, 1-ден 5-ге дейін сандарды қоямыз. 1-ден 5-ге дейін. Қойыңдар сандарды. 1-ден 5-ге дейін ашыңдар. Қойыңдар, қой. 1-ден 5-ге дейін сандарды қоямыз. Аяна сен дұрыс қойған. 1-ден 5-ге дейін сандарды қоямыз. Жұмыс жасаймыз. Ерасыл қой. Аяна жақсы жарайсың. Ерасыл сен дұрыс қой. Қойған жоқсың. Бірінші бізде 1 тұрады, сосын 2 қайда? Көрсетші. 2 қайда? 2 тұрады. 3 қайда? 3 тұрады, сосын 4 қайда? Қой 4-ті. 4, сосын 5. Аяжан сен дұрыс қойдың, бірақ сен кері қойдың. Бұлар қоямыз. 1, дұрыс жарайсың. 3, 4, 5. Жақсы балалар жарайсың. Сендер қойдыңдар ма? 5, 4. Айзере жарайсың. 1, 3, 4, 5. Алтына. 1, 1, 2, 3, 4 қайда? 1, 2, 3, 4, 5. Жақсы. 5. Жақсы жарайсыңдар, қойдыңдар, я? Галия, сен дұрыс қойдың, бірақ сен кері қойдың. Бұлай қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5. Жақсы жарайсыңдар. Ал енді балалар. Ерасыл 3 санын көрсетші маған. 3 санының көрші сандарын аташы. Қасында қандай тұр сан тұр? 2, 4 саны дұрыс айтасыз. Аяжан, 3 санын көрсетші маған. Жақсы. 3 санның көрші сандарын аташы. 4, Жақсы жарайсыз. Ерали, 4 саны қайда? Кәне екеуміз бірге санайық. 1, 2, 3, 4. Міне 4 саны, я? Енді осы 4 санның көрші сандарын ата. Сол жағында қандай сандар, оң жағында қандай сан? Сол жағында қандай сан? Мынау қандай сан? 3, я? Мынау қандай сан? 5 саны тұр, я?
Жақсы, жарайсың. Қыздар, келесі, Алтина. 3 санын көрсетші маған. Жақсы, жарайсың. Енді осы 3 саныны сол жақ және оң жақтарында қандай сандар тұр? Жақсы, жарайсың. Альбина, 2 санын көрсетші маған. 2 саны қайда? Қайда 2 қайын санайын екенбіз? 1, 2, міне 2 саны, я? Осы 2 санының көрші сандарын аташы ма? Қандай саны? 1 саны, я? Сол жағында 1 саны, ал оң жағында 3 саны тұр, я? Жақсы, жарайсың. Айлина, 4 санын көрсетші ма? Жақсы, жарайсың. Енді осы 4 санының көрші сандарын аташы. Қасында қандай сан? 5. Жақсы, жарайсың, е? Ал енді жұмыс дәптерлеріндегі тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма. Пішіндес фигураларды тиісті қораптарға сал. Қандай геометриялық пішіндерді көріп тұрсыңдар? Үшбұрыш және квадрат, шаршы. Қазір жұмыс дәптеріндегі бірінші тапсырманы орындаймыз. Дөңгелекті бір жерге орналастырасыңдар, шаршыны екінші жерге орналастырасыңдар. Қай жерде үшбұрыштың суреті бар, сол жерге үшбұрышты қарандашпен орналастыратын боласыздар. Тапсырма түсінікті ма? Түсінікті болса, онда қарандаштарды аламыз. Жұмысты бастаймыз. Аяна, қарандашты аламыз. Жұмысты бастаймыз. Үшбұрышты өз орнына орналастырамыз. Төртбұрышты өз орнына орналастырамыз. Және дөңгелекті өз орнына орналастырамыз. Бастаңдар қыздар жұмысты. Үшбұрыш қай жерде, Альбина? Қайда, не үшбұрыш, е? Қарандашпен көрсетіңіз. Төртбұрыш қайда? Апар сызықпен. Сәния жұмыс жасаймыз. Айлина жұмыс жаса. Отырмаймыз балалар, жұмыс жасаймыз. Төртбұрышқа сызып әкелесің. Дөңгелектерді мұнда сызып әкелесің. Үшбұрыштарды мұнда сызып әкелесің. Сонда міне үшбұрыш, міне квадрат, міне жұмыс, Дария жұмыс жасаймыз. Дөңгелекті мұнда сызып әкелеміз, я? Сызып. Жақсы. Альбина, қарандашты алып жұмыс жасаймыз. Жұмысыңды аяқта. Қайда үшбұрыш? Үшбұрыш міне сыздың, я? Төртбұрышты мұнда, квадратты мұнда. Алтына болдың ба? Жақсы, Алтына. Кім жұмысты аяқтап болды, тапсырманы орындап? Қарандашты орнына қойып қоямыз. Айзере, сен аяқтадың ба жұмысыңды? Жақсы, қарандашыңды қоямыз. Аяжан болдың ба? Аяжан, Таня Аяжанның жұмысын көрейік. Жақсы, жарайсың, қарандашыңды қойып қой. Ерасыл болдың ба? Кім тапсырманы орындап болды? Қарандашты орнына салып қоямыз. Ерали болдың ба сен? Сенде төртбұрыш қалып қойды ғой? Міне, сіз төртбұрыш. Қарандаш ұста. Төртбұрыш қалып Мирас болдың ба сен? Мирас, сен жұмысыңды аяқтаған жоқсың, аяқта жұмысың. Сенде геометриялық пішіндер қалып қойыпты. Қарандашты дұрыс ұстаймыз.
Жақсы бала, жаңа Мирас аяқта жұмысыңды. Міне 4 бұрышқа қойды сен. Сыз маңына мына жерге әкел. Міне 4 бұрышқа қойды сен. Көрдің бе? Аяқта болдың ба сен? Қарандашыңды салып қойыңыз. Балалар, енді сабағымызға қорытынды жасайық. Қандай геометриялық пішіндер? Шаршы. Ал мынау? Үшбұрыш. Жақсы жарайсың. Ал мынау қандай геометриялық? Керек. Ал енді бала, бұл геометриялық пішіндер бізге өмірде пайдалы ма? Керек пе олар бізге? Керек, я? Қане қараңдаршы, мынау неге ұқсайды? Үйге ұқсайды, я? Дұрыс айтасың. Үйдің шатыры қандай геометриялық пішіннен құралған? Үшбұрыштан. Ал үйдің қабырғасы ше? Қандай геометриялық пішін? Шаршыдан құралған. Дұрыс айтасыңдар. Сондықтан бала, геометриялық пішіндер бізге пайдалы және қажет. Егер де біз геометриялық пішіндерді білмесек, біз үй құрастыра аламыз ба? Жоқ. Осымен біз